Қазіргі таңда әлеуметтік желіде ислам дініне, біздің ата бабаларымыз ұстанған дінге шабуыл көбейіп бара жатыр. Тіпті мынау Рамазан айы келген кезде мынандай бір пікірлерді көзіміз шалып қалды. Ораза намаз тоқтықта, ертең қарның аш болса, сенің ораза ұстағаныңды көрейін деген сияқты осы ораза ұстаған мұсылмандарға тіл тигізген адамдарды жиі көреміз. Негізінде ол ораза намаз тоқтықта деген сөз негізінде қандай жағдай болмасын Алла тағалаға құлшылық жасауды тоқтатпау керек деген мағынада айтылған сөз. Яғни Алланы кеңшілікте де, молшылықта да, қандай да бір сынақ кезінде болмасын Алла тағаланы еске алуды тоқтатпау керек, оған құлшылық жасауымыз керек екендігін. Яғни біз сыни көзқарас ретінде айтылған дүние. Оны кейде ол сөзді Абай атамыз айтты деп, яғни қате айтып жатқандар бар. Негізінде Абай атамыздың көптеген қара сөздерін, соның ішінде 38-ші қара сөзін қарайтын болсақ, осы тұнып тұрған дінімізді, 5 парызымызды түсіндіріп ашықтап кеткен.